Болмасын соғыс, болмасын. Бәрекелді ендеше тыңдаймыз. Атыңнан айналдым тыныштық, тыныштық деген сөз тымыстық. Сәбидің күлкісін шуақты, қорғауға кез тырыстық. Достықты ол іздеп санаймыз, соғысты көрдік қой талай біз. Әлемде тұратын халықтың ынтымағын қалаймыз. Болмасын соғыс, болмасын, қыр гүлі ерте солмасын. Бейбітшіліктің аққусы көгімде еркін самғасын. Бесікте сәби тербелсін, зұлымдық елге келмесін. Ұрпақтар енді соғыстың жанған отын көрмесін. Түнеріп тұрмасын көк аспан біздерге жол ашқан. Ақ жарқын мейірімді халықтан ұрпақ дос боп тарасқан. Ынтымақ тұрағы ерліктің, береке шырағы елдіктің. Туыма тұғыр боп тұратын, қадір қымбат бейбіт күн. Болмасын соғыс, болмасын, қыр гүлі ерте солмасын. Бейбітшіліктің аққусы көгімде еркін самғасын. Бесікте сәби тербелсін, зұлымдық елге келмесін. Ұрпақтар енді соғыстың жанған отын көрмесін. Бәрекелді. Соғыс болмасын, болмасын, соғыс болмасын деп аталатын ән. Қазір құрметті көрермен орындалды. Айналайын балалар хорының ерекше балақайлар келіп тұр. Мен қазір сіздерден сұрағым келетіні кім жауап береді? Жеңіс күнінің маңыздылығы, ерекшелігі өздеріңіз үшін, жеке өздеріңіз үшін кім құттықтайды мүмкін араларыңызда? Кім сөйлейді? Кім? Бүгін мереке, жеңіс күні білесіздер, иә? Құттықтау сөз болса сіздерден. Қазақ елін құттықтаңыздар сіздерде қазір. Иә. Қайсысы? Кім? Кім деп шығар? Кім? Ал, есіміңіз? Мирас, иә? Мирас? Ділназ? Баршаларыңызды бүгінгі келіп жеткен 9 мамыр жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің еліміздің аспаны ашық болсын, соғыс болмасын, біздің жаңа айтып кеткен әніміздей. Және де біз осындай бейбітшілік пен тыныштықта өмір сүре берейік. Айтқан келсін. Рахмет балақайлар, келгендеріңізге, талаптарыңызға нұр жаусын дейміз. Ал құрметті көрермен, дәл осындай тамаша құттықтау легін әрде жалғастырғымыз келеді. Назарларыңызға елорда тұрғындар мен қонақтарының жеңіс күнімен құттықтау сөздері.